бәрін косякқа тығып, демалыс қалай болып жатыр, інім дейді. Мынандай домик болды, короче, мынандай лестницасы бар. Бассейні бар. В общем, 6,5 миллион болды мынау. Сенден ұтылып барып, ерке болған бір жерлерде ес алып жүреді деп. Мен деле барып ес алсам болады негізі. Мұхит Амантаевтан тастаған вызовты Марсель қабылдады. Иә, достар, Еркебұлан Тоқтар бұл жекпе-жекті сатты ма? Осы сұраққа жауап берді. Ал Марсель болса Еркебұлан Тоқтарға жауабын айтқан. Ал Мұхит Амантаев болса Марсельмен жекпе-жекті күтуде. Сендермен бірге төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар, біз бастаймыз. Бәрін косякқа тығып, демалыс қалай болып жатыр, інім дейді. Косяк дейді, маған ставка тіккен ғой, мен жеңісіме ставка тіккен. Сөйтіп ұтылып қалған. Миллион миллиардтап тікпеген, сондағысы 1000 теңге одан артық тігілмейді бізге. Соны маған әңгіме қылып айтып отырды. Лудаман мырзалар, кешеде бір-екі сообщение көзім шалып қалған, скриндаман. Соларға общий айтайын. Лудаман болғандарың менің проблемам емес. Ол сендердің проблемаларың. Ол проблемадан сендерді мен алып шықпаймын. Ол проблемадан өмір өзі алып шығады сендерді. Мен басымнан өткен. Сендердің косяктарың әлі алда. Әлі тігесіңдер сендер. ПСЖ, Реал Мадрид, Барселона, үлкен суммалар тігіп, боқсыз қалған күні сол кезде түсінесіңдер. Бекер тігіп міне. Осыны қоям, енді жоламаймын. Сондай осознание келет бір күні. Мен басымнан өткен. Сол кезде мына саусақтарыңды жеңіл ақша табам деп деген нәпсілеріңді тиясыңдар. Жеңіл жерде ақша жоқ. Мен сендерге айтайын. Ақша қиын табылады. Сосын өздеріңнің лудаман болғандарыңды мемлекеттен, болмаса сол букмекерский конторадан, болмаса лигалардан, букмекерден ақша алатын, болмаса спортсмендерден гонорарын алатын көрудің қажеті жоқ. Лудаман болғандарың ол сендердің өздерің кінәларың. Жеңіл ақша тапқыларың келеді. Жеңіл ақша тапқыларың келеді. Мен тапқан ақшам 2 ай тренировка, 2 ай диета, 15 килограмм минус қанша уақытымды жұмсап тапқан ақшам ол. Сендердің 1000 теңгелерінен жиналған ақша емес. Так что маған қаздарың қумақ қойыңдар. Лудаман мырзалар. Лудамансыңдар ма? Бұл сендердің проблемаларың. Бір күн түбіңе жетеді сол. Мен обязательно, мен қанша рет айтқам, мен басына өткен оқиғам бәрін айтып бергем. Ол жақсылыққа алып бармайды никогда. Соны түсінетін ми жоқ болса, оны біреуден көрудің қажеті жоқ. Ал достар, мен номерімді басқа ракурстан көрсетейінші. Мынандай домик болды, короче, мынандай лестницасы бар. Бассейні бар. Мен Мальдиваға келсем, всегда осындай номер алып аламын судың үстіндегі. Өйткені пляжға барып жүру желанием болмайды да, ары бері жүруге. Жату, просто тамақ ішу, суға түсу. Лишний раз жүргім келмейді демалысқа келген кезде. Мен сондаймын. Сол үшін мынандай алып аламын. Бағасы енді бұның, в общем, 12 қайтам мен. 3 келдім. Қанша ночь сонда? 8 ночь ба? В общем, 6,5 миллион болды мынау. 6,5 миллион. Еще номерға тамақ заказ беретін болсаң, отдельно төлейсің. И ресторанға барғың келмей қалады, короче. Сөйтіп номерға заказ бересің, тамақ ішіп аласың. В общем, шықпайсың оны, жатасың. Жалғыз өзің рахат. Ойланасың, өзіңе сұрақтар қоясың, соларға жауап бересің. В общем, сондай демалыс, перезагрузка ғой, достар. Мұхит Амантаевтан тастаған вызовты Марсель қабылдады. Өте тамаша. Бүкіл блогерлер, медийный жігіттер, спортшылар, көп адамдар өз мненияларын, пікірлерін айтып жатыр. Біреулері мені ұтылады дейді, біреулері мені ұтады дейді. Соның бірі, қазір мына видеоны жақсылап қараңдаршы, өздерін тыңдаңдар. А в целом, брат, насчет этого Мухита с этим Марселем? Ну, я вижу фаворит Мухита, потому что, именно куда, по боксу. Но Марсель себя показал в бою с Тохтаром, да? Ментальная часть. Мне понравилось, как он отработал, он залез в голову ему. Выполнил все на 100%. Отдать так должное. Что, да, должное ему по-любому нужно отдать. Но, если, конечно, шингарты, то здесь больше всего я вижу Марселя. Шингарты вот эти двух Да, такой, как мы деремся бойцы. В этих правилах я вижу Марселя фаворитом. Если в боксерских перчатках, то да. В боксерских перчатках вижу фаворитом. Разница большая, да? Ну, конечно, брат. Енді бұл видеоны айтатын болсам, жалғастың айтып атқаны өте орынды, өте тұрыс, ақты ақ, қараны қара деп отыр. Перчаткамен әрине мен оны бір бас жоғарытам. Ал чингарканы мен өмірі кимегем, яғни ММА-дің перчаткасын мен өмірі кимегем. Сол үшін бұл мен үшін бір үлкен бір қызық бір дүние болып тұр қазіргі бұл уақытта. Сондықтан бұл жерде 50 на 50, бірақ мен сендерге айтайын, мен қолымнан келгенше бәрін жасаймын, бәрін істеймін.
Енді жұдырықта болсын, ММА перчаткасымен болсын. Ну, самый главный факт в том, что бокс ережесі бойынша, яғни стойкіде. По-любому мен өмір бақи осы стойкіде бокстасып, стойкіде жүргеннен кейін бір бас жоғары кішкене победа будет за мной. Қай күні, қашан, қай уақытта болатын, бұл тек қана организациялардың қолдарында. Бізге осы уақытта жалпы маған өзіме 1-2 организация шықты. Ұсыныстары бәрі ұнап жатыр. Енді қайсысы ойдан шығады, соған біз тоқталып, бұйырса жекпе-жекті қай күні, қашан, қай мемлекетте, қай қалада, Қырғызстанда ма, Өзбекстанда ма, Қазақстанда ма, Арменияда ма, білмеймін, Африкада қой. Құдай қаласа жасайтынға жақындап жатқан сияқтымыз осы жекпе-жекті. Ойларыңды айтыңдар, өз пікірлеріңді айтыңдар, жазыңдар. Сондықтан кім не жазса да, мы это приветствуем. Сондықтан Алла амандық берсе, Құдай қаласа осы жекпе-жек болуына біз бар үлесімізді қазір қосып жатырмыз. Құдай қаласа осы жекпе-жек болады деген ойдамыз. Менің мынау жекеме жалпы хаттар келіп жатыр, дайрегіме, одан комментарияға көбілер жазып жатыр. Мұхит ағай, мынау Марсельмен болатын жекпе-жекте сен 100% ұйықтайсың, сен 100% құлайсың, жеңілесің деп жатыр. 90%, почти бәрі 90% мені бәрі ұйықтайсың, құлайсың, жеңілесің деп жатыр. Құрметті достар, егер де жекпе-жек Марсельмен болатын болса, Құдай қаласа мен жекпе-жекке шығатын болсам, иншалла Алланың қалауымен сол күн болса, мен сендерге айтайын, Алла тағала маған денсаулық берсін, иншалла. Алла тағала денсаулық берсе, я сам уже все остальное сделаю. Алла денсаулық беріп қолдаса, исход совсем другой будет. Маған бәрі ұтыласың, ұйықтайсың деп отқандарға айтарым, мен сендерді ренжітейін, мен сендерге вообще басқа исход көрсетемін. Совсем с другой стороны. Сондықтан Алла тағала маған денсаулық берсін, иншалла. А дальше я сам разберусь. Соның бірі мынау неше түрлі комментарий жазып отқан түрі мынау, бұны оқысаңдар болады. Жалпы хейтерлер аман болыңдаршы, не деймін? Я вас всех люблю. Let's go. Барлықтары сұрап жатыр, Мұхит ағай, не болды, Марсельмен жекпе-жек болатын болды ма деп. Енді бұл жерде Марсельмен және менің арамдағы келісім жекпе-жекке біз өз келісімімізді бердік, жекпе-жекке дайын екенімізді айттық. Енді бұл жерде Қырғызстан жағынан болсын, Қазақстан жағынан болсын, организациялар шығып, бізге жалпы осы жекпе-жекті тез арада жасап беру ғана қалып отыр. Енді шыны керек, бізге организациялар шығып жатыр. Марсельге де, маған да қазір 2-3 организация шықты. Бізге жалпы ұсыныстары ұнап жатыр. Сондықтан сол себепті Құдай қаласа, Алла қаласа бұл жекпе-жектің болып қалуына әлде қайда 90% мүмкін. Қазір келісім шарттар, яғни переговорлар өтіп жатыр. Бұл жекпе-жек Қазақстан, Қырғызстан арасында бір өте бір сондай масштабный медиа жағынан бір керемет болайын деп тұр. Құдай қаласа, Алла қаласа, бүкіл толық информация Құдай қаласа бәрін айтатын боламын. В общем, достар, мынандай әңгіме болады ғой. Ой бітеді, 2-3 күн өтеді, елге ораламыз. Мен қасымда жүрген адамдардың бірі Инстаграмға кірген, Марсельді қалай күтіп алған көрген, қаншама ақша беріп жатыр, қаншама адам күтіп алып жатыр, интервью алып жатыр, хайповать етіп жатыр, бәрі вызов тастап жатыр. Соның бәрін көріп, нерв болып маған айтып жатыр да, неге бәрі вызов тастап жатыр оған, неге ол бүйтіп жатыр, неге ол сөйтіп жатыр. Мен оған айтамын да, брат, неге сен оны жібергің келмей тұр праймға? Неге? Біз мына сатыда тұрмыз. Неге оны сен бір саты жоғарыға жібергің келмей тұр? Жіберші деймін ғой, жібер, біз оны озамыз. Сен оны қазір аяғына жармасып, төмен қарай тартып, келесі жолы бір саты жоғары көтерілгенше, оны бір саты жоғары жіберіп, келесі жолы 2 сатыға жоғары шыққан жақсы емес па деймін. И ол сол кезде түсінеді да. Мен оған айтам, брат, бұл былай аяққа жармасып, төмен қарай тарту. Мен байқасаңдар, вообще ойдан кейін бірде-бір рет Марсель жамандаған жоқпын да. Аяғынан тартып, төмен қарай тартқым келген жоқ. Ол іштарлық. Егер сен сөйтетін болсаң, ол не только бойға қатысты, ол жұмысқа, любой жерге қатысты. Қасында сен біреу озып баратса, оздыр оған. Зато сенде конкуренция болады. И келесі жолы сен ол озған жерінен одан да озасың да. Рост болады. И соны мен вообще адамдарға пример қылып айтқым келеді. Іштарлық бізде өте көп адам, не только дүниеге қатысты ол должностьқа да, жұмысқа да, бәріне қатысты. Іштарлықтан құтылуымыз керек, достар. Іштарлық ол сенің настроениеңді постоянно нашар қылып жүреді. Неге еркебұлан, сен ұтылып қалған адам құсамайсың ғой, демалып жүрсің, о, сен ризасың, ақша тапқан шығарсың. Ол ақшаға байланысты емес, просто мен ішім тар емес. Сол разница. Іштарлық ол сен өміріңді түңілтіп жібереді да, адам түңілтіп, ана біреу озып, любой адам озады, сен ең мықтысы емессің. Сен озып кететін адамдар табылады. Сол кезде сен ішің тар болса, сен бүйтіп қаласың. Ішің тар болып, ананы жамандағың келіп, настроениең болмайды. Ішің тар болмаса, өйстіп жүресің. Бірақ іштарлық пен конкуренцияны шатастырмау керек. Конкуренцияны жоғалтпау керек. Іштарлықтан құтылу керек. Сондықтан іштарлықтан құтылайық, достар. Амен.
қалай ММАның королі Конор Макгрегор тәтем болыппын ба? Қолға бір Proper 12. Ешкімді ұрмаймын, а? Түсіріп атса да мас. Свиданиеге шыққам. Күтіп тұрмын қазір. Не болыпты? Басым болыпты. Қоясың, қазірші. Орталықта жолғамыз деген, ана жақтан келу керек. Қылматып тұрмын. Деп қоясың. I look like an old man. You? Yeah. With this t-shirt. Without t-shirt? Hmm? Without t-shirt? No, with. With? Without t-shirt, I looks young. Yeah. Can you show me? Not now. Later, After 1 a year. little bit. Bağa gördükmün. Güzel tuttu. Olimpiyada otkanlar bir tuttu olmaya çalar ya. Kırgızlar поддержканы жаман береді. Өзбекті. Адам көп бұл. Адам басы бермейді. Барлық халық күткен екен ғой онан. Марселді көріп отырсыңдар ма? Қалай не деп айттың да? Олимпиададан отқандарды олай күтіп алмайды. Олимпиаданы ұтқандарды олай күтіп алмайтын шығар дейсіңдер ма? Бізде де Аллаға тәубе, қазақтарда небір мықты жігіттер, небір мықты ағаларымыз бар. Ол достойно күтіп алады, Аллаға шүкір. Просто бұл жерде былай қойсын, бұл жігітті неге соншалықты Алла Тағала абыройын деңгейін көтеріп қойды деген сұрақ бар да. Ол сұрақ өте оңай. Мысалға Еркебұлан Тоқтарды айтатын болсақ, біз Еркебұлан Тоқтарды мен өзім жалпы оны не үшін жақсы көремін? Алла Тағала не үшін Еркебұланның абыройын соншалықты көтеріп қойды? Соншалықты абыройын көтерілген себебі өйткені Еркебұлан Тоқтар адами қасиетін айтты маған. Қасындағы жүрген бауырларына, достарына, қасындағы жүрген жағы өзінің көмекші жұмыскерлеріне қарым-қатынасы, отношениясы яғни. Алла Тағала оған оппана 5 мен маған бір 1000 теңге беріп қойын деді. 1000 теңге беріп қойды, ол барса 1000 теңге не істеді? Оп, мама папасына берді. Ох, мынаның что-то ақылы бар дейді. Алла Тағала оп, бұны алды да, мен бұған онда 100 000 теңге беріп қойын деді. Өзгермеген деп 100 000 теңге беріп қойды да, барды Еркебұлан не істеді? Оған барды тағы да мама папасына беріп қойды да, өмірін әлдеқайда жеңілдетіп қойды. Алла Тағалаға миллиондап бере берді. Ол өзгермеді, ол не істеді? Алла Тағала оған бере берді. Еркебұлан Тоқтар не істеді? Оған анаған береді, наған береді, қастарына, достарына береді. Мінекей Алла Тағала сондай өзінің айтқан сөзі бар ғой Құранда. Енді Алла Тағала өзі кешсін мен дұрыс айтпасам. Алла Тағала дейді маған, менімен саудаласпаңдар дейді ғой. Жақсы істерлікпен мен саудаласып, былай менімен сендер жете алмайсың оған дейді. Мен сендерге дейді бердім ба дейді, сендер де беріңдер дейді. Қалталарыңды дейді, яғни жауып қоймаңдар дейді. Қалталарын әрдайым ашық болсын дейді. Егер де сендер біреуге жауып қойсыңдар, мен жауып қойсам бітті, сендердің кислородтарың жабылады дейді. Мен Еркебұланды мысалға сол үшін жақсы көремін. И то же самое жерде Марсель. Мен ол жігітті танымаймын да, осы Еркебұлан арқылы таныдық қой оны. Қазірдің өзінде хит болып жүр. Не үшін хит болды? Алла Тағала оның деңгейін көтеріп қойды. Не үшін деңгейін көтерді? Не үшін оны бүкіл Қырғызстан елі оны бар ғой, сонша бар ғой. Бір Олимпиада чемпионын жеңгендей, бір пятикратный чемпион мира, трехкратный Олимпиада чемпионын жеңгендей күтіп жатыр да. На самом деле Еркебұлан профессиональный боец емес, профессиональный боксер да емес, профессиональный ММА-ші емес да. Алла Тағала қалай істеп қойса болады еді. Әшейін Еркебұланды жеңді, болды, бір адам күтеді, там бір 5-10 мың долларын береді, солай қоясса болады еді да Марсельді. Бірақ Алла Тағала алды Марсель абыройын тура Еркебұланды көтергендей Марсельді көтеріп жатыр да өз елінде, Қырғыз елінде. Иман отношениясын айтты ғой жігіт, Мұхит аға деп маған сөйлеген сөзі. Болды аға, сізді сыйлаймын, сізді құрметтеймін дегеніне бет тұрған жоқ та. Әйтпесе көріп отырса, не бірлі қатсам біреулер болмай қалған бір мен баламен жасты 19-18 жасар балалар. Мұхит ағай, там біреу бір бәле деп шығып жатыр дейді. Олардың уровендер сол да. Мынандай жігіттер, Еркебұлан сияқты, Марсель сияқты жігіттер, Алла Тағала бұндай жігіттердің абыройын өсіп қояды. Мысалы жеңсе де Алла Тағала абыройын көтеріп жатса да, болды Мұхит аға, мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін. Бұйырса чоң сізге үлкен рахмет, жолғамыз деп жатыр да. Алла Тағала ақша берсін, дүние берсін, байлық берсін, атақ даңқы берсін, бар ғой, ешқашан өзгермеңдер. Оның бәрін қолда болсын. Ақша, дүние қолда. А жүректерінде
адами қасиеттерің болсын, адами қасиеттерін жоғалтпаңдар. Қолдан келгенше таза болуға тырысыңдар. Дұрыс істер жасаңдар, адал болыңдар. Біреудің нанын жемеңдер, біреудің жолын кеспеңдер. Сонда өсесіңдер. Алла ұлық қой. Алла шебер. Алла кімге бермейтін, кімге беретінін бәрін біледі. Мен дұрыс па? Дұрыс. Еңбек, 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 тәртіп, тәртіп, тәртіп. Сосын жүректерінде мінез болса, адалдық болса, иншалла Алла тағала сендерге бүкіл әлемнің абыройын, бүкіл әлемнің алтын аяқтарының астарына беріп қояды. Сол айтайын. Иә достар, ал сендер не ойлайсыңдар? Комментарияға өз ойларыңды жазып кетіңдер. Сендермен болған төбелес арнасы, барлық қызықтар тек біздің арнада. Арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Қош аман, сау болыңдар.